Қазір біз редуктордың майын ауыстырамыз. Мынау төменгі жағы, ол бізде төменгі жағы майын ағызатын жағы. Мынау қазір бұрап жатқан жағы, ол май құятын жер. Міне жаңа бір скутерді ауыстырдық. Мынау қазір мына жерде кішкене ағады. Негізі бұл редуктордың майы ременге керек. Енді өзімізде қатты мына кім дос балам маған қарағанда кішкене тәжірибесі көп. Шетінен ақырындап үйреніп жатырмыз. Мотордың майын ауыстыруды үйрендім. Енді міне редукторды ауыстырып жатырмыз. Негізі бұны жиірек ауыстырып тұрған дұрыс сияқты. Міне қазір еңкейтіп жатыр. Түгел құйып алу үшін. Осындай әдіс дайындап алу керек. Жерге құйған дұрыс емес. Осындай бөтелкені кесіп дайындайсыз деп от. Біз мынандай осындай ключ пайдаландық. Не деп айтады? Головка, головка. 10-шы кілтпен. Енді стандарт жүр көбінесе скутерлерде мында 10-шы кілт. Қазір ашып жатыр. Осы жерден ағызады. Ана бағанағы басқа бірінші скутердің майы. Сағат. Міне қою қара май ағып жатыр. Біз енді ары қарай 80В90 деген сондай жазылған маркалы майды қолданамыз. Осы май интернетте жазылған скутерлерге осы май жақсы жарайды деп. Сондықтан осыны қолдандық. Және біз бұл майды қалай құйғанын мына жақта мен көрсетпеппін, видеоға сыймай қалыпты, видеоға түсірмей қалыпты. Шприцті алып, содан кейін системаның трубкасын алып, бағана көрсетілген система құятын жерге құямыз. Қанша құйылды, сонша қайтадан өзіне құямыз. Ол үшін бірақ